Сәлем балалар, бүгінгі оқитын кітабымыз Мөңірейтін торғай, авторы Дэвид Милгрим. Бір ұяда 4 торғай өмір сүреді екен. Олардың үшеуі бірдей, біреуі сәл өзгеше екен. Үшеуі ұйықтағанда қорылдап ұйықтайды, енді біреуі пысылдап ұйықтайды екен. Үшеуі чип-чип, чип-чип деп шипылдайды екен, ал енді біреуі болса мө деп мөңірейді екен. Төртінші балапан мөңіреген кезде бауырлары таңға қалды. Қалай дейді? Не дейді? Сен мөңіредің ба дейді. Торғайлар шипылдайды, ал сиырлар мөңірейді. Я, осыны ұғып ал дейді үш балапан. Ал бауыр болса кешір деп кешірім сұрайды. Сөйтіп торғайлар тағы да шипылдайды, ал бауыр болса тағы да мөңірейді. Ал үшеуі ашуланып қарайды оған. Кешір дейді тағы да. Әбден ашуланған бауырлары, болды осымен жетеді. Сен осы жерден шығасың. Я, бар өзіңе сиырлар тауып ал деп бауырын қуып шығарады. Бірақ деп ол бауыры тағы да ренжіп қалды. Солай бауырлары оны ұясынан қуып шықты, ал ол болса мұңайып кетіп бара жатыр. Балапан кетіп бара жатып, жолда бір шошқаны кездестіреді. Соның алдынан барып тағы да мөңірейді. Мө дейді. Шошқа айтады: мен саған сиыр сияқты көрініп тұрмын ба дейді. Ары қарай жүріп отырып, балапан бір атты көреді. Атқа жүгіріп барып алдынан тағы да мөңірейді. Ал ат болса, мен сиыр емеспін деп оны жіберіп жібереді. Балапан ары қарай іздеуін жалғастырады. Жолда бір қой көреді. Жүгіріп барып алдынан тағы да мөңірейді. Ал қой болса, кешір достым дейді. Мен сиыр емеспін деп оны тағы да жібереді. Ары қарай жүріп отырып, мысықты кездестіреді. Мысыққа барып тағы да мөңірейді. Мысық болса оған айтады: сиырдар ана жақта қорада дейді. Қуанып кеткен торғай қора жаққа қарай бар күшімен жүгіреді. Торғай жүгіріп барып сиырға алдынан мөңірейді. Мө дейді. Ал сиыр болса оған: сен не менімен қалжыңдап тұрсың ба? Бар, өзіңе торғай тап, торғайларға бар дейді. Торғай болса қатты көңілі түсіп, бірақ деп үндемей қалып қалды. Осының барлығын сырттай бақылап отырған күшік мұңайып, көңілі түсіп, көңілсіз кетіп бара жатқан торғайға ол мөңірейді артына. Күшік торғайдың артынан мө дейді. Ал торғай болса мө дейді. Осылайша екі дос бір-бірін тауып, қуанып қауышады. Екеуі бірігіп мөңіреп жатыр.